Халық үшін жұмыс істеймін деген бір миссияны қалыптастыра алмадық. Ол отчетты ешкім оқымайды да кейін. Қызметте болған жылдары ішкі күресің қалай жүрді? Көптеген қысым басталды. Сіз кім адам боласыз? Заңды бұзған бір преступник сияқты күнде жаңағы допросқа барамын. Бұл жерде ешқандай конспирология жоқ. Болды, мемлекеттік қызметке тойдым. Әрбір партияға өтіріктерің таусылды ма деп тез даярланатын Қытай лапшасын жібердің. Нұр отанды алатын болсақ, 30 миллиардқа жуық 5 жылдың ішінде қаражат алған. Күн сайын Ақжол мемлекеттен 3 миллион теңге алып отырады. Күн сайын. Жақсы бизнес болып отыр ғой. Керемет бизнес. Билікке, қызметке, мансапқа жету үшін жағымпаздану керек деген. Нұр отан мүшелігінде әлде барсың ба? Мен айына 1 теңге айлықпен барып жұмыс істеуге дайынмын. Бұл Бақытжан Бұқарбаймен бас қосу, қоғамдағы жағдаймен танысу үшін, ой толғам жасау үшін бүгін қонаққа саясаттанушы әрі кәсіпкер Санжар Боқаев шақырып отырмын. Зәке, бас қосуға қош келдің. Сен деп сөйлей берейін, өткен замандаспыз. Алғашқы сұрағым былай болады. Өзің Алматыда Нұр отан бөлімшесінің төрағасының орынбасары болдың. Одан кейін Ахметжан Есімов кезінде бір емес екі басқарманы, атап айтқанда жастар саясатын, ішкі саясатты басқардың. Енді қарап отырсақ, жақсы саяси мансап басталып келе жатқанда бәрін тастап бизнеске кетіп қалдың. Бір басылымға берген сұхбатында былай деген екенсің: мемлекеттік қызметте нақты өнім көрмейтіні қынжылтты деп айттың. Сонда біздегі мемлекеттік машина тиімсіз жұмыс істейді ме? Бақытжан, нақты айтқанда тиімсіз. Енді бұл сұраққа жауап бергенде оның себебін де айтып кеткеніміз жөн. Ең бастысы сол мемлекеттік қызметтегі кадр жұмысын сапасы өте төмен. Бизнес болсын, мемлекеттік қызмет болсын, ең бастысы ол адами капитал ғой. Жақсы мамандар болса, жұмыс жүреді. Мықты мамандар болмаса, онда әрине жұмысы өте қиындау. Сондықтан біз жаңағы мемлекеттік қызметке нақты жақсы мамандарды шақыруымыз қажет. Айлықтарын көтерді, жақсы специалисттер келсе болады. Екіншіден, бұл жерде біз мемлекеттік басқару жүйесіне нақты халық үшін жұмыс істейтін, бар күш-жігерін салып халық үшін жұмыс істеймін деген бір миссияны қалыптастыра алмадық. Бізге келетін адамдардың ең бастысы ол лоялды болу керек. Ол жаңағы айтқанымыздан шықпау керек. Ол жаңағы жағымпазданып, әйтеуір бастықтарын мақтап, мадақтап, сондай жаңағы бір специалистер қажет. Егер де бір шынайы қоғам үшін жұмыс істеймін, бір белсенділігін танытып жатқан, инициативаларын, қалай жұмысты жақсартатын инициативаларын айтатын адамдардың мемлекеттік қызмет қорқады. Оларды шектетіп, оларды жаңағы жұмыстан шығарып тастауға мәжбүр болады. Өйткені өздеріне бір риск сияқты көреді. Сондықтан біз жаңағы біріншіден сол кадр жұмысымызды дамытуымыз керек. Екіншіден, мемлекеттік қызмет соңғы жылдары тым өсіп кетті. Мемлекеттік аппарат дейміз ғой. Пандемия кезінде мемлекеттік қызметкерлердің де 30% ғана жұмысқа келіп, 70% үйінде отырған болатын. Сол уақыттың ішінде, 3-4 айдың ішінде мемлекеттік аппарат сол қалпы жұмыс істеп жатты. Сол деңгейде барлық істерін атқарып жатты. 70% болмаса да. Соның достарыма хабарластым. Осылай 30% ғана жұмыс істеп жатыр. Қалай енді тоқтап қалған жоқсыздар ма деген сұраққа, жоқ, дәл солай істеп жатырмыз. Ешқандай коллапс болған жоқ. Барлық қойылған мақсаттарымызды орындап жатырмыз деген. Сондықтан ол да бір бізге нақты болған сигнал. Пандемия көрсетеді ғой, қандай жерлеріміз дұрыс емес, артық деген сияқты. Сондықтан ең бастысы госаппаратты біз қысқартуымыз қажет. Оны қысқартқанда да нақты жұмыс істейтін адамдарды қалдырып, ал ана сапасы төмендерді жаңағы алып тастаған жөн деп ойлаймын. Өйткені бизнес болсын, егер де адам саны көбейіп бара жатса, ол жаңағы тиімділікке ешқандай жаңағы пайдасы болмайды. Және де өздеріңіз білесіздер, жылдан жылға саны өсіп барады. Соңғы 2 жылдың ішінде Тоқаев мырза 2 агентствоны ашып тастады. 14 жылы Нұрсұлтан Әбішұлы министрліктің санын қысқартайық деп 17-ден 14-ке түсірген. Қазір болса қайтадан 17 министерство болдық. Адам саны одан да көбейіп кетті. Сондықтан біз жаңағы жалпы мемлекеттік қызметтің жүйесін, концепциясын, философиясын өзгертуіміз қажет.
органдарда, мемлекеттік органдарда адам санының қызметшілердің көп болуы бұл ең алдымен олардың тиімсіздігінің көрсеткіші. Тиімсіздігінің көрсеткіші. Сонда жаңағы басқарма басшысы болсын, департамент басшысы болсын, әкім болсын, ол жаңағы нақты кім немен айналысып жатқанын біліп жатпайды. Әйтеуір бір үлгермейді, бір отчеттан отчет келіп жатады, оған үлгермейді, кешке дейін түнімен отырады. Ол отчетты ешкім оқымайды да кейін. Сондықтан үлгермейміз дейді да, санын көбейтейік. Тағы да жаңағы агентствоға несін береді, ұсыныстарын біз жаңағы тағы бір отдел ашайық деп едік. Біз тағы 2 маман алайын деп едік, осындай. Өседі, ол байқамайды, тағы да өсе бастайды. Сондықтан сол мәселе ең бастысы. Қысқарту үшін не істеу керек? Қысқарту үшін біріншіден қажетті емес, бізде мысалы үшін бизнес процесс деп аталады да. Қажетті емес істерді азайту. Ол керек емес отчеттарды ешкім оқымайды. Ол отчеттың 70-80% нақты қазір болып жатқан жағдайға қатысы шамалы ғана. Ол жағы нақты картинаны объективті түрде көрсетпейді да. Әйтеуір отчеттың бәрі әдемі көрсету. Оны ешкім оқымайды. Сондықтан біз жаңағы отчеттың санын қысқартатын болсақ, жиналысты көп айтады, жиналыстарды қысқартатын болсақ, басқарма өзінің нақты қойған мақсаттарына жету керек та. Енді ешкім оқымайтын, еш қажеті жоқ отчет есептер деп жатсың ғой. Өзің де бұндай отчет жазумен айналысқан боларсың, өйткені сен сол қалыптасқан жүйеде жұмыс істедің. Сол қызметте болған жылдары ішкі күресің қалай жүрді? Есіңде бар ма? Есімде бар. Мысал үшін бір мысал келтірейін. Бізге түстен кейін бір әлеуметтік министрлігінен бір хат келеді. Бүгін сағат 17:00-ге дейін Алматы нарығындағы келесі 5 жылға болжамдау бір нарықтың талабы. Прогнозная подведомость специалистах деп айтады да, бұлай орысша айтқанда. Соны 17:00-ге дейін беруіңіз керек. Неше сағат беріп тұр сонда? Сонда қалғаны 2 сағат. 2 сағат анализ жасап бердік 5 жылға. 5 жылға біз болжауын жасауымыз керек. Қандай бізге мамандар 5 жылдың ішінде Алматы қаласына керек болатыны. Сенесіз ба? Біз ол үшін жаңағы ең үлкен мекемелерден ақпарат жинауымыз керек. Қандай мамандарға жет, осы келесі тенденциялар қандай. Ол енді үлкен аналитикалық жұмыс қой. Ондай жұмысқа кемінде 2 апта уақыт керек. Ал бізге беріп жатқаны 2 сағат. Сондықтан біз хабарласамыз, айтамыз, бізде ондай енді уақыт беріңіздер. Жоқ, сағат 17:00-ге дейін. Содан кейін бізде амал жоқ, оны жаңағы осындай хаттың тапсырысын, орталық органның тапсырысын орындамады деген жаман баға алып қалмас үшін біз жаңағы әйтеуір жан-жақтан жаңағы интернеттен, Google арқылы іздеп тауып бір отчет жасап жібереміз. Олар сол отчетты жалпы министрліктің даму стратегиясына, үлкен мемлекеттік бағдарламаға енгізіп, сол арқылы жаңағы үлкен бағдарлама шығады. Сонда басынан бастап аналитикасы дұрыс болмаса, әрине оның механизмдері де дұрыс болмайды. Сол ең үлкен мәселе сода. Енді онымен күресу керек. Онымен ең бастысы ол жаңағы билік орталық органдардан бастап жаңағы алдын ала өзінің жұмыс бағдарламасы болу керек. Олар күнделікті нақты бағдарламасы жоқ. Әйтеуір таңертең тұрады, мынаны істейік, ананы істейік деген сияқты. Егер нақты стратегиясы болса, әр министрліктің, онда олар сол стратегиясына қарап, бағдарламасына қарап, жүйелі түрде жұмыс басталады да. Олар жүйелі түрде жұмыс істемесе, әрине жергілікті органдарды жүйелендіре алмайды өзінің жұмысын. Мен ішкі күресім туралы айтып тұрмын. Ішкі күйзеліс болды ма? Ішкі күйзеліс болды. Қалай жүрді бұл күйзеліс? Ішкі күйзеліс дегенде енді ең бастысы әр басшы жұмыстан кеттің ғой қызметтен. Осы күйзеліс болып, сол күйзелістің салдары нәтижесінен жұмыстан шығып отырсың ба? Мына болып жатқан нәрселерді қабылдай алмай? Біріншіден, дұрыс айтасыз, Бәке, әр адамның өзінің бір ішіндегі күресі болады да. Осы дұрыс емес екенін түсінесіз. Біз саясаттануда оқығанда осылай деп айтып еді, теорияда осылай, практикада былай болады екен деген сияқты. Ал негізінде мен жұмыстан кеткен себебім мемлекеттік қызметте. Мен ол кезде президент әкімшілігінде, ішкі саясат бөлімінде қоғамдық саяси жұмысы секторының меңгерушісі болып жұмыс істеп жаттым.
сол кезде жаңағы көптеген қысым басталды. Сіз кім адам боласыз, жаңағы соны жауап беріңіз деген сияқты. Ол енді ол сұрақты мен бір ешкімге айтпай жүр едім. Ол да бір мемлекеттік қызметтің үлкен жетіспеушілігі да. Егер де жаңа айттым ғой, инициативті мамандар болатын болса, олар кімнің адамы, неге келді, не істесем, оның мақсаты қандай деген сияқты. Сол менде 2 аптаның ішінде бір заңды бұзған бір преступник сияқты күнде жаңағы допросқа барам. Сонда айтам, сіз енді ол кісі қазір кәдімгідей мемлекеттік істер агентствосының төрағасының орынбасары. Сол кезде ол мемлекеттік қызметін сол президент әкімшілігінде бөлім басшысы болған. Сол жаңағы мен оған айтам, енді сіз көріп тұрсыз ғой, менің анам мен 2 әпкем ғана бар, жаңағы басқа туысқандарым да жоқ. Былай бір жерде отырған, өзім келдім, өзім тест тапсырдым, жұмысқа кірістім, істегеніме міне 1 ай болды. Әкем де жоқ, көріп отырсыздар. Енді ешқандай судимость жоқ. Мен неге олай, сіз мен бір преступник сияқты, жаңағы қылмыскер ретінде қыспақ қала бересіз. Күнде жаңағы неге допросқа шақырасыз деймін да. Мен ұлттық компанияда жұмыс істедім. Оның айлығы бұл жерден 4 есе жоғары болды. Мен соның өзінде сол жұмысты тастап, мемлекеттік қызметтің миссиясын мен толықтай ішінен сезінем. Бақытжан, соны сезініп келдім деп айтам да. Ал сіздер болса, ондай адамдарға жұмыс істеткізбейсіздер. Енді түсініңіздер, ол мен нем емес, жоғары жақтан айтты, кім адам екенін біліңіздер, сізге тағы да 2 күн берем, 2 күн ішінде сіз айтуыңыз керек деп. Соны тағы кетем, 2 күннен тағы шақыртады. Енді бір Алла Тағала көріп тұр, ешкіміміз жоқ. Сонда мен одан кейін ойлаймын, неге маған соншалықты әр 2 күн сайын шақырып, саған тағы 2 күн берем, тағы 2 күн берем деп жатқан не үшін деп ойлаймын да. Сонда біреу звондайды ғой, осының артынан біреу звондасын, одан кейін соның адам екенін, кімнің адам екенін білеміз деген сияқты. Сондай бір технологиясы да. Сол мен келдім айттым, мен жұмыстан кетем, заявление жаза салайын деймін да, арызға қол қойып. Жоқ, әлі ондай команда болған жоқ, сіз әлі жазбаңыз деді. Жоқ, мен жұмыс істегім келмейді дедім. Болды, мемлекеттік қызметке тойдым. Келдім істедім да. Мен заявление жаздым. Онда датасын қоймаңыз, қалдырып кетіңіз деді. Жақсы дедім да. Мен солмен кеттім. Енді бәке бір уақыт көрсетеді ғой. Мен түрлі әңгіме естідім. Негізі өздері сенгісі келетін нәрсеге ғана сенеді деген болжаммен мен де келсем. Былтыр біз Украинаға, Киевке барып Саакашвилимен кездескенде небір конспирологиялық теориялар болды. Сонда бір танысым президент әкімшілігіне мониторинг дайындаумен айналысады. Сонда танысым біледі не үшін барғанымды. Мінекей біз ортақ чатта отырамыз. Nomad Explorer деген Марғұлан Сейсенбай бар ішінде. Сол айтты, мен бара жатырмын. 10 адамға дейін алуға болады делегациямызға. Сонда кім барғысы келеді, өздерін қаржыландырасыздар, мен тек мынау мінекей тізімге қосыламын деді. Сөйтіп біз баратындар деді де, әркім өзіне өзі төледі, өзі барды, бұл жерде ешқандай конспирология жоқ. Бірақ енді жаңа танысымнан сұраймын ғой, мониторинг жасайтын апыға. Неге бұлай жазбайсыңдар десем, өйткені бұлар сенбейді дейді бұл версияға. Өйткені өздерінің бірнеше варианты бар дейді теориясы, соған келтірмесе мына версияны қабылдамайды дейді. Рас өтірігін білмеймін, естігенімді айтып отырмын. Сондықтан мына айтып отырған сөзіңнің де жаны бар да, бұған сенуге болады әбден. Егер де сол дайындап жатқан құжаттарыңызда, талдау аналитикалық жұмысыңызда нақты мәселелерді, проблемаларды көтеретін болсаңыз, ал мен осы саяси партиялық жүйесі дұрыс емес, дұрыс істеп жатқан жоқ деп сондай нәрселерді ішінен жасайтын болсаңыз, сонда ең басты мәселе туындайтын оларда бұл кімнің адамы, бұл неге өйтіп айтып жатыр деген сияқты. Ол біз ішінен біз шындықты біліп жүруіміз керек деп ойлаймын. Кез келген мемлекеттік органның болсын, биліктің ішіндегі шешім қабылдайтын тұлғалар ең бастысы шынайы сол халықтың тұрып жатқан және де ішіндегі болып жатқан процестерін, ситуацияның негізін шынайы біліп жүру керек деген ойдамын мен. Ал оны көруге дайын болмаса, онда әрине ешқандай нақты бір тиімді басқару жүйесі бар деп айтуға болмайды. Ары жалғастырайық тақырыбымызды. Белсенділігің сайлау кезінде қатты байқалды. Көптеген посттар жаздың, ойларыңмен бөлістің.
сайлауға дейінгі агитация кезеңін қалай бағалайтыныңды партияларға жіберген сыйыңнан білеміз. Атап айтсақ, әрбір партияға өтіріктерің таусылды ма деп тез даярланатын Қытай лапшасын жібердің. Сайлау кезінде үгіт насихатқа бөлінген қаржының өткен жылдармен салыстырғанда бірталай еселеп өскенін де жаздың. Бұл әрекеттеріңе саясаткерлерден қандай да бір жауап болды ма? Жауап болды. Қаншама жаңағы сол партияның басшылары хабарласып, сәке кездесейік, енді біз түсіндіріп берейік деген сияқты ұсыныстар болды. Ең бастысы, менің мақсатым осы жаңағы сайлау алды белсенділік дейсіз ғой. Ол жаңағы бір саясатқа қайтып келу немесе бір мемлекеттік органда жұмыс істеу деген емес. Ең бастысы сол халықтың саяси мәдениетін көтеру. 2016 жылы сайлау алды өзінің бізге берген уәдесін ешқайсысы орындаған жоқ саяси партиялардың. Ақ жол болсын, ақ жол деген ешқандай да бір уәдесін орындаған жоқ. КНПК болса, ол жаңағы ешқандай уәде де бермепті. Бағдарламасын оқып шықсам, не жазған өздері түсінбеген. Енді Нұр Отан өзінің жаңағы алдына қойған мақсаттары бар, оның жартысын орындаған, жартысын орындамаған. Оның бәрін мен жазып, халыққа көрсеттім, міне. Енді тиімділіктері осындай. Бізге берген жаңағы уәделеріне тұрған жоқ. Енді бұндай саяси партияларға біз қалай дауыс береміз? Соны кішкене халықтың мынандай саяси ойын оятуы негізгі мәселе. Ана жақын арада мақалам шығып еді. The Economist European Union жаңағы халықаралық агентствосы бар. Солардың жүргізген зерттеу бойынша, егерде мемлекеттің сайлауы адал өтетін болса, және де халықтың белсенділігі жоғары болатын болса, онда билігі өте тиімді жұмыс істейді екен. Және де халықтың жағдайы өте жоғары болады екен. Сол бойынша өз исследованиясын көрсетілген. Әр мемлекеттің индикаторларын негізгі 4 индикатор ол сайлау жүйесінің ашық болғаны және де шынайы жұмыс дегені, содан-ақ байқайсыз. Егерде сайлаулары адал өтетін болса, онда правительстволары да адал жұмыс істейді екен. Сол қандай да мемлекет алсаңыз, өткізген исследованиясы бойынша сол дәлелденген. Қазіргі парламентте мықты және осал тұстары қандай? Депутаттар санын қысқарту туралы ұсыныстарың алдағы 10 жылда, 5 жылда орындалуы мүмкін бе? Орындалуы мүмкін. Енді бізде 157 депутатымыз бар. Сенат пен мәжілісті қосқан кезде бізге соншалықты депутаттың қажеті шамалғаны, мысалы үшін 107 болсын жалпы саны, екі палатаны қосқанда 157 болсын, олардың санынан сапасы артпайды. Біз ең бастысы сапалы, мықты, тәжірибесі мол, халық үшін жұмыс істейтін депутаттарды тізімге енгізіп сайлауымыз керек. Ал біз болсақ, тек қана біздің саяси жүйеміздің де негізгі бір проблемасы партиялық жүйеге көп жүгініп кеттік. Біз бүкіл саяси жүйемізді сол партиялық жүйенің үстіне, партиялық жүйе бір фундамент ретінде қолданып, соның үстіне біз бүкіл саяси жүйемізді құрмақшымыз. Ол негізінде дұрыс емес. Егерде сол партиялық жүйе дұрыс демесе, ол фундаменттің мықты болмаса, ол бүкіл ертең бәрі шашылып түседі. Сондықтан біз партияларға дауыс берген кезде, біз кімнің депутат болатынын да білмейміз. Сонда біз қайдағы партияларға дауыс береміз, жұмыс істемейтін партияларға, олар ішінен өздері таңдайды, кімнің депутат болатынын. Сондағы мен ойлаймын, біз адамбыз ғой, біз адамға дауыс беруіміз керекпіз. Соны танып, мынау Бақытжан ғой, ол халыққа сыйлы, адал жігіт, жұмыс істейтін жігіт деп, егерде пропорционалды емес, мажоритарлы жүйе болатын болсақ, ол саясаттанда өзінің нелер ғой. Кішкене депутаттардың да халық алдында өзінің жауапкершілігі жоғары болады. Әйтпесе, олардың жауапкершілігі тым төмен. Неге десеңіз, олардың қарап тұрып жатқан саяси партия ғана. Өйткені білет, ертең дұрыс айтпаса, оны шығарып тастайды. Партиядан шығарады, депутаттық мандатын алып алады. Сондықтан ол халықты ойлап та отырған жоқ.
ол ойлайтын тек қана саяси партиясы ғана. Сондықтан мына жүйе толығымен мына парламентті қалыптастыру жүйесі толығымен дұрыс емес деп ойлаймын. Кемінде 50-50 болу пропорционалды мажоритарлы жүйеміз. Жаңағы жартысын партиялық тізім арқылы таңдайық, ал жартысын біз тікелей өзіміз жаңағы депутаттарды таңдайық деген сияқты. Сондықтан біз парламенттегі ешкімді біліп жатқан жоқпыз. Ал нақты сандарына келетін болсақ, бізде депутаттар көп па, аз ба деген сұраққа келетін болсақ, мысалы үшін ақш-та 1000 адамға бір-ақ депутат келеді. 1000 адамға бір депутат. 1000 адамға бір депутат. Ресейде 1000 адамға 3 депутат. Ал Қазақстанда қанша ойлайсыз? Бізді Қазақстанда 8, сонда біз ақш-тан 8 есе, бізде депутаттар көп. 8 есе тиімді істемейді. Иә. Соны ойлаңыздар енді. Керек па бізге сол 157 депутат? Әрқайсысына көлік, әрқайсысына пәтер. Оларға көлік қой. Иә. Жылына 60 миллиондай салық төлеп, бір депутатқа кететін шығынды көтере алмаймын деп 90. Мемлекет 92 миллион әр депутатқа жаңағы қаражат асырауға береді. Иә. Осы парламенттің осал және мықты тұстары қандай? Енді осы жаңа созывтың мықты жақтарын әлі көре жатармыз деп ойлаймын. Оны әлі айту ерте шығар. Ешқайсысы әлі белсенділік танытып жатқан жоқ. Енді жастарды келіп жатыр ішінде. Жас мамандар. Жастардың келгені жақсы, бірақ соның өзінде кішкене тәжірибесі мол, жаңағы мықты мамандар болғаны дұрыс та. Енді жаңа айтып кеттім ғой, ең қиын мәселе бұл жерде біз кімге дауыс беріп жатқанымызды біліп жатпаймыз. Тізімде кім бар болатынын, кімге жаңағы кімнің депутат болатынын білмейміз, сондықтан біз жаңағы кімге дауыс беріп жатқанымыз түсініксіз. Дауысымыз қайдағы бір космосқа ұшып кеткен сияқты, және де өзіміздің саяси көзқарасымызға олардың ертеңгі істері сай ма сай емес болғанын біліп жатпаймыз. Бұл жердегі үлкен мәселе, ол мысалы үшін саяси партия, кез келген саяси күштің өзінің негізгі мақсаты билікке келу. Заңды түрде халықтың жаңағы қолдауымен, табиғаты сондай қолдауымен билікке келу. Ал біздегі саяси партиялардың ондай мақсаты жоқ. Олар не үшін жұмыс істеп, не үшін күнделікті жүргенін өздері де білмейді. Біздің партияларымыздың мақсаты қандай сонда? Біздің партияларымыздың Нұр Отанның мақсаты ол билікті ұстап қалу. Қалғандар әшейін сол қасында спутник ретінде болып жүру, әйтеуір парламентке ілініп кету. Неге десеңіз, ол үлкен бизнес болып кеткен. Саяси партиялардың Қазақстандағы заңның 18-ші бабына сәйкес мәжіліске өткен саяси партия жыл сайын мемлекеттік қазынадан қаражат алып отырады. Оның көлемі өте көп. Мысалы үшін, Нұр Отанды алатын болсақ, 30 миллиардқа жуық 5 жылдың ішінде қаражат алған. Ал қалған партиялар 5 миллиардқа жуық. Жылда? Жоқ, 5 жылда. 5 жылда, 5 миллиардқа жуық. Енді оның жаңағы өзінің саналатын несі бар, 0,3% жаңағы минималды айлығымыздан 0,3% есептеледі. Сол әр дауыс берген адамнан есептеледі. Мысалы үшін, сіз Ақ жол партиясының дауыс берген болсаңыз, жыл сайын мемлекет сол партияға 1350 теңге төлеп отырады. Өйткені сіз оған дауыс бердіңіз. Адам басына. Сонда Ақ жол партиясы бір жылдың ішінде 1 миллиард теңгедей алады. Ай сайын Ақ жолдың алатын ақшасы 100 миллион теңгеге жуық. Күнделікті бөлетін болсаңыз, күн сайын Ақ жол мемлекеттен 3 миллион теңге алып отырады. Күн сайын. Демалыс күнде. Ал ең қызығы, сіз қайда бизнесті алсаңыз, сіз күнне таза 3 миллион теңге тауып береді бизнес. Кэшпен ондай бизнес жоқ. Жақсы бизнес болып отыр ғой. Керемет бизнес. Ол мысалы үшін, мен күнне 3 миллион теңге табатын болсам, мен өзім бизнесімді салыстыратын болсам, мен күніне жоқ дегенде 50 миллионға күніне сатып, өндіріп, жаңағы
халыққа өнімді жеткізіп 50 миллионға күніне. Ол үшін менде кемінде 1000 адам жұмыс істеу керек. Сол күніне 3 миллион теңге табу үшін. Ал олар отырып алады, күніне 3 миллион теңге түсіп отырады. Нұр Отан болса, ол күніне кемінде 20 миллион теңге. Күніне 20 миллион теңге халықтың қалтасынан, республикалық бюджеттен сол партияларға бөлініп отырады. Не үшін? Соншалықты не істеп жатыр Бақытжан? Халыққа адал қызметін істеп жатыр ма? Мәселе сода. Халық оны біліп жатқан жоқ. Партиялар оны әрине айтпайды. Олар сол заң бойынша халыққа толық есебін беру керек. Беріп жатқанын естідіңіз ба? Сайттарына кірсеңіз, сайттарында да жоқ ондай мәлімет. Айтпесе айтпай ма шынымен халыққа? Осынша біз қаражат аламыз. Осынша мына 35%-ын мына жерге жұмсадық. 15% мынандай әлеуметтік жұмыстарға кетті. Осылай толығымен тиынына шейін ашып берсін. Әйтпесе өздері депутат болып отырып алады да мемлекеттік органдарға. А где там прозрачность деп сөйлей бастайды. Өздеріне бастасын. Өздері сол ақшасын, мемлекеттен алған ақшасын әр тиын санап берсін. Өйткені мемлекеттік қызметкерлер, мемлекеттік орын алған әр теңгесіне дейін жауап береді. Ал партиялар неге жауап бермейді? Мәселе сода. Түсіндім. Бағана өзің бір сөзіңде жас депутаттар келіп жатқанын айттың, оны білеміз. Квота болды арнайы осы сайлауда. Енді мінекей 25 жасар депутат өтіп кетті. Енді уақыт көрсете жатар. Бір мықтын дүниелерде жасайтын болар, оны әлі білмейміз. Бірақ енді халық оны, Мәди Ахметті айтып тұрмын, халық негізінен оны мәлімдемесіне сүйеніп отырып таныды. Есіңде болса, Алматыда кезекті ескерткіш орнатайық елбасыға деген ұсынысы болды. Сонда халық арасында мынандай пікір туындап жатыр да, жастар әлі санасы қалыптаспаған, дұрыс емес сигнал алуы мүмкін. Демек, билікке, қызметке, мансапқа жету үшін жағымпаздану керек деген. Осыған қатысты пікірің қандай болады? Бұндай кейстер қаншалықты зиян бізге? Өте зиян. Мысалы үшін біріншіден ол әрине мен Алматы қаласының жастарының атынан деп сөйлеген кезде ондай құқығы жоқ еді. Ол нақты айтқан кезде өз атынан немесе сол жас отанның атынан ғана айтқанда болатын еді біріншіден. Өйткені жас отан ол жалпы бүкіл Алматы қаласының жастары емес та. Бір кішкентай ғана пайызы шығар. Білмеймін, 1-2% шығар жастардың. Енді депутат болып кетіп жатыр. Әрине басқа жастарға айтты оған, осындай жағымпаздану керек екен, осындай билікті мақтай беру керек екен, сонда бізге де бір ана жақтан бұйырып қала, сонда бізді қолдайды ма деген сияқты дұрыс емес бағыттар, дұрыс емес қисын құндылықтар қалыптастырамыз да. Біздің ойымызда енді олар жастар болашақпен оқып келді, батысты көріп жатыр, енді мемлекеттік қызметке кеп, соны ішінен бір өзгерістер енгізіп, мемлекетті халыққа қарай бұрады ма деген сияқты оймен, үмітпен халық қарап отқан кезде, олар сол жүйеге кіреді да, жүйені ауыстырудың орнына өздері сол жүйенің ары қарай қалыптасып қалған дұрыс емес қисын бір бөлімшесі ретінде болып кетеді да. Ол өте дұрыс емес, жаман тенденция. Оны оған жол бермеуіміз қажет. Санжар, мынандай сұрақ қойыңызшы, сен Нұр Отан мүшелігінде әлі де барсың ба? Жоқ, Нұр Отан мүшесі емеспін. Бірақ болдың? Мүшелігінде әрине болдым. 10 жылға жуық сол Нұр Отан партиясының мүшесі болдым. Шынайы сол партияның платформасын түсініп, соны халыққа адал қызмет етейік деген шынайы өзім ішкі сезім болды. Кейін партияның іс қимылына қарап, кішкене дұрыс емес ау деген сияқты түсініктемелер пайда болып, одан кейін өзімнің саясатқа деген партияларға, жалпы жүйеге өзім ойымды білдірген кезде, саясаттанушы ретінде партия оны көре алмады. Сондықтан мен былтыр маусым айында, маусымның 22-сі күні өзім сол саяси партияға, Нұр Отанға арызын жаздым. Жарлығымыздың бойынша 4-ші бабы бар. Кез келген мүше өзінің еркімен шығып кетуге болады деген. Соны пайдалана отырып, мен партиядан шығуға
жаңағы өз арызымды жаздым деп жібердім. Одан кейін бір 10 шақты күннен кейін Нұр Отан өзі саяси қалалық мектен Алматыда заседание политсоветі деп аталады. Соны өткізіп, арнайы мені бір партияның инициативасымен шығарды. Сонда мен арызымды қарастырмай. Ол дұрыс емес нәрсе да. Жарайды енді. Уақыт көрсетер, ол да дұрыс. Президенттік кадрлық резерв жасақталып жатыр. Басқа тақырыпқа ауысайық. Президенттік кадрлық резерв жасақталды. Жастар қызметтерге келіп жатыр. Бұл мәселе жүйеде оң өзгерістердің болуына алып келе ала ма? Қалай ойлайсың? Пікірің қандай? Алып келе алады. Немесе драконға айнала ма, айдаһарға айнала ма? Жоқ, алып келе алады. Ең бастысы бұл кез келген мемлекеттік орган болсын, ең бастысы сол өзгерістер басшыға байланысты да. Ана кайдзен бойынша, кайдзен философиясына келетін болсақ, олар айтады, егерде компанияңызда бірдеме дұрыс жүрмеді ма, бизнесіңіз тоқтап қалып жатыр ма, немесе бір проблемалар шығып жатыр ма, 99% сол проблема 99%-ын сол бірінші басшыдан іздеуіміз керек деген сияқты. Сондықтан кез келген мына ауыл әкімшілігі болсын, жаңағы аудан, қала, облыс, мемлекет болсын, негізгі проблемалар сол басшыларға байланысты. Жақын арада менің досым осы Алматы облысында бір ауылға барып, қолын ауыртып алып, енді ауылдағы жаңағы ауруханаға барады да, енді қала алыс, енді ол жаққа барып келгенше мына жаққа бара салайын деп, одан кейін үлкен скепсиспен бардым дейді да, жаңағы сенбедім, енді ол жақта не бар, маман да жоқ, ол жерде жаңағы дәрі де жоқ шығар, жарайды бара салайын десем, кірсем дейді жаңағы ауылдың ауруханасы, тап-таза. Жаңағы 5 минуттың ішінде маған толық жаңағы медициналық қызметімді көрсетіп, жаңағы дәрімді беріп, мен таңғалдым дейді, мен қалада ондай медициналық қызмет ала алмаймын дейді да, сонда жаңағы бас дәрігермен танысып едім, жақсы жігіт, өзіміздің жаңағы осы Қазақстанда оқыған, өзімізде бітірген, сол жігіттің жаңағы қалыптастырып қойған жүйесі да. Сонда ойлаңызшы, біз оны сол қайдағы, шалғайдағы ауылдың ішіндегі жасай алатын болсақ, неге біз сол медициналық қызметті қала деңгейінде жасай алмаймыз? Неге Қазақстан республика деңгейінде жасай алмаймыз? Мамандар бар, жігітті көтеру керек деген сияқты. Сондай өзінің жұмысына, мемлекетіне жанашыр жігіттер керек. Сондай уақыт келді. Ары қарай жалғастырайық. Ресейлік 2 депутаттың пікірінен кейін қазақ қоғамы біраз шулады, наразылық акциялары да ұйымдастырылды. Бірақ бір ай өтпей жатып, Нұрсұлтан Назарбаев бұл мемлекеттің негізін мен қаладым деп айтты. Оған дейін жаңалықтарда Нұр Отан мен Единая Россияның серіктестікке қол қойғаны белгілі болды. Мұны қалай түсінуге болады? Енді елбасымыздың осы тәуелсіздікке, Қазақстанның дамуына үлесі зор. Оны ешкім жоққа шығара алмайды. Сондықтан бірінші тұңғыш президентімізді қолдаймыз да және сыйлаймыз. Бірақ та осы мемлекеттің негізін қаладым деген өзін жаңағы бір философиялық тұрғыдан кішкене дұрыс емес деп ойлаймын. Неге десеңіздер, қазақ мемлекеті 91 жылдан ғана басталған жоқ. Оның тарихы өте терең. Мысалы үшін Қазақ хандығы 1465 жылы құрылды. Былтыр 2020 жылы біз 555 жылымызды тойлауымыз керек еді. Негізі мәселе оны тойлауда емес, идеологиялық өзіміздің жұмысымызда қазақ хандығын жаңа буындарға, жастарға түсіндіріп жеткізу. Біздің тарихымыз осындай екен. Біздің ата-бабаларымыз деген керемет мықты батырлар болған, осында жерді ұстап қалған. Егерде сондай идеологиялық тұрғыдан қалыптастыратын болсақ, сана сезімді, онда қандай да депутаттар басқа мемлекеттегі не сөйлесе де бізге бәрі, өйткені біз ішімізден өзіміздің рухани тұрғыдан өзіміз өте мықты болып тұрамыз да. Не деп айтса айта берсін. Біздің жаңағы мемлекеттік өзіміздің тарихымыз 30 жыл ғана емес,
555 жыл. Соны біз жастарымызға айтып түсіндіруіміз керек. Сондықтан жаңағы тек қана елбасын мақтап 91 жылдан бастап біздің құрылдық деген идеологиямыз кішкене дұрыс емес қисын. Сондықтан ол ұлттық қауіпсіздік мәселесіне де өзінің қатері де бар да. Енді билікті жиі сынға алып жүрсің ғой, әлеуметтік желіде, әсіресе мына соңғы айларда белсенділігің өте жоғары болып жатыр. Мақсатың қандай? Мақсатым ол сол билікті жамандау емес. Мен оны сынға да алып жатқан жоқпын да. Бәке, ең қиыны, ең дұрыс емес түсінік, ол біздің билік соны бір сынға алып жатыр деп біріншіден соны ойлайды да. Біз оны сынға алып жатқан жоқпыз. Біз кез келген мәселені алып талқылаған кезде мынау дұрыс емес, мынау дұрыс емес, мынау проблеманың өзін талқылап дұрыс емес екенін көрсеткен уақытта біз соны сынға алғандай боламыз да. Мәселе оны сынға алу емес, мәселе жүйелендіру, проблеманы көрсету, және де оны қалай шешетін жолдарын көрсету. Ал біздегі билік және жалпы қоғам, мынауын бір оппозиционер екен, мынауын деген билікті сынға алды екен деген сияқты сондай бір дұрыс емес неде бұл андай клише дейміз ғой. Клише қалыптасып қалған. Әйтеуір билікті жамандауға болмайды, мынаны айтуға болмайды, керісінше шығуға болмайды деген сияқты. Ол да комплекс та, қоғамымыздың комплексі. Неге айтуға болмайды? Ол проблема ма? Біз сол проблеманы айтуымыз керек. Мәселе ол министрді немесе біреуді жамандау, әкімді жамандау емес. Мәселе сол проблеманы шешу. Оны талдамайтын болсақ, оны шешу жолдарын қарастырмайтын болсақ, онда егерде тек қана сынға алынды деп түсінетін болсақ, онда айтпай қояйық деген сияқты. Негізі айтып жатқан ұсыныстардың арасында ақылға сиятын, көңілге жағатын ұсыныстар да аз емес. Мемлекеттік қызметке оралу ойыңда бар ма? Мемлекеттік қызметтің қазіргі жағдайында, қазіргі деңгейінде мен ешқашан оралмаймын. Егерде мемлекеттік басқару жүйесі өзгеріп жатқан жағдайда нақты халық үшін, мемлекет үшін жұмыс істейтін азаматтар керек дейтін болса, мен айына 1 теңге айлықпен барып жұмыс істеуге дайынмын. Бақытжан. Ол популизм емес. Популизм емес. Мен шынайы түрде айтамын. Өйткені мына депутаттарды айтамыз ғой, ой, барлық жағдайын жасады, айлықтар осындай. Қажет емес. Халық үшін 1 теңге айлығымен жұмыс істейтін адамдар бар. Сондай адамдар шақырылып жұмысқа, мемлекеттік қызметке де. Сондықтан маған қазір 5 миллион теңге айлық төлейміз, мемлекеттік қызметке жүрші десе, мен бармаймын. Өйткені оның нәтижесі жоқ, оның тиімділігі жоқ. Мынандай жүйедегі, мынандай қалыптасқан форматтағы мемлекеттік қызметтің маған 5 тиыны керек емес. Өзгеріп жатса, шынайы президент жаңа серпін беріп, өзгертейік, осылай істейтін дейтін болса, онда мен барамын. Ешқандай айлық та керек емес оған. Түсіндім. Қазақстанның алдағы 5 жылда болашағы қандай болмақ? Бұл бүгінгі соңғы сұрағым. Енді үмітіміз зор. Мен ойлаймын, Қазақстанның болашағы бар деп. Неге десеңіз, потенциалымыз мықты. Адами потенциалымыз да бар. Мен мысалы үшін өзім кішкентай өндірісімде Астана қаласындағы 5 жұлдызды Ритц-Карлтон, Талант Тауэр сияқтыларға әдемі дизайнерлік жиһаз жасап бере алатынымды мен өзімде сенген жоқ болатын басында. Оның бәрін жасаған біздің қазақтың жігіттері. Қолымыздан келеді. Соны біз өзімізге кішкене сеніп, мәселе ол мемлекеттен көмек керек емес. Мемлекеттен көмек бізде бизнеске қажет емес. Бізге көмек керек деп жатқандар, ол бизнесмен емес, ол кәсіпкерлер емес. Бізге мемлекеттен бір түсінігі ғана керек та, просто философия поддержки ғана керек та, ешқандай қаражаты керек емес. Сондықтан біз өсіп дамуға дайынбыз, біздің қоғамымыз дайын, мемлекетіміз дайын ба, дайын емес па, мәселе сода. Санжар, көп рахмет, істеріңе сәттілік тілеймін, кәсібіңе береке бере берсін. Сонымен, құрметті көрермендерім, бүгінгі эфиріміз аяқталды. Әдеттегідей лайк басып, каналыма жазылып, пікір қалдырып, қоңыраушаны түртуді ұмытпаңыздар. Келесі кездесулерде кездескенше.